бос уақыт спортпен. Харуки Мураками бүйтіп айтады кітабында. Харуки Мураками жапондық жазушы. Сосын өте көп марафон жүгіре беретін кісі. Харуки Мураками бүйтіп айтады. Бег – это старый друг дейді. Который всегда рядом дейді. Ешқашан сені лақтырып кетпейді. Ескі досың. Адал досың. И ол бүйтіп айтады. Ауырып қалсаң, досыңа бар дейді. Жүгір дейді. Басың ауырып тұрса, жүгір дейді. Жалғыздық сезініп тұрсаң, жүгір дейді. Жаңағы депрессия бір нәрсе күйіп кеттім десең, жүгір дейді. Не істеріңді білмей отсаң, басың қатып, жүгір дейді. Мен осы Харуки Мураками осы несін оқығаннан кейін мен жүгіре беретінмін. Өткенде подкастта не істерін білмей жатырмын деп жүгіріп кеттің. Жүгіріп кеттім сосын. Жүгіріп келдіңіз ғой подкастқа. Иә, сондай. Енді жүгіре беру. Енді әрине бұның ешқандай сиқыры жоқ. Ол жерде өте қазір ғылым бәрін зерттеп тұрған ғой. Өте қарапайым әрекеттер бар ол жерде ше. Мысалы, жүгірген кезде сіздің қаныңыз айналады. Қан айналымы көбейеді. Біздің денемізде қан қатты айналған сайын біз өзімізді мықты сезінеміз. Өйткені ауырып қалған жердің бәрін қан емдейді. Айналысады. Тез айналысады. Қан ол жерге жаңа витамин апарады, электролиттер апарады, тұздар апарады, эритроцит дегендерді апарады, жаңа white cells, red cells дегендер бар, солардың бәрін апарады, емдейді. Қан барса. Сен қимылсыз жатсаң, қан айналу ақырын ғой. Тез болмайды.